Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Қалай ойлайсың, мынау компанияның қайсысының табысы көп? Coca-Cola, Toyota немесе Nestle? Сұрақты бұдан да қызықты етейік. Ең табысты компания қайсысы? Tesla, Apple немесе Amazon? Дәл қазір осы сұраққа жауапты комментарийға жаз. Ал біз осы сұрақтарға жауап алу үшін әлемдік компанияларға шолу жасап өтейік. Volkswagen компаниясы 135 миллиард доллар капиталымен әлемдік табысты компаниялар тізімінде 99-шы орынға ие. Бұл компанияның әлем бойынша 120 заводы бар. Әрине, автопром саласындағы. Sony компаниясы 89-шы орында. Электроника өндіретін бұл компанияның капиталы 143 миллиард доллар. Бұл жапондық компания 1946 жылы 7 мамырда құрылған. Medtronic компаниясы медициналық заттар өндіруші компания. Америка Құрама Штаттарында осыдан 70 жыл бұрын құрылған, алайда қазір өндірісі Үндістанда. Бұл компанияның капиталы 172 миллиард доллар. Әлемдік рейтингте 74-ші орында тұр. Макдональдс өзінің дәмді бургерлері бар ресторандары арқылы әлемдік рейтингтің 78-ші орнына жайғасты. Макдональдстың капиталы 179 миллиард доллар. Сингапурлық Garena видео ойын компаниясы 181 миллиард доллар капиталы бар. Free Fire, FIFA Online 3 сияқты ойындарда үлесі бар. Әлемдік ірі компаниялар рейтингінде 65-ші орынға жайғасқан. Coca-Cola компаниясы 233 миллиард капиталымен 43-ші орынға жайғасты. Біз алдыңғы видеолардың бірінде Coca-Cola компаниясының әлем экономикасына жасап жатқан қастандығы жайлы айтып едік. Сілтеме комментарийде болады. Coca-Cola компаниясы жайлы қарап шықсаңыз болады. Nike спорт тауарларының компаниясы 38-ші орында. Nike капиталы 243 миллиард доллар. Ал Pfizer фармацевтикалық компаниясы 37-ші орында. Капиталы 246 миллиард доллар. Жапондық Toyota компаниясы 252 миллиард доллар капиталымен 35-ші орында. Toyota компаниясы 2009 жылдан бері Формула 1 жарыстарына қатыспайтын болған. 311 миллиард доллар капиталымен 29-ші орынға Walt Disney компаниясы тұрақтады. Walt Disney тек мультфильммен шектелмейді. Оның Marvel, Pixar және National Geographic атты танымал брендтері бар. Америкалық қаржылық қызмет көрсететін MasterCard компаниясының капиталы 335 миллиард долларды құрады. Бұл суммамен MasterCard 24-ші орында. Ал енді видеоның басындағы сұраққа келсек, бұл үш компанияның қайсысы ең табысты? Coca-Cola, Toyota немесе Nestle? Дұрыс жауабы әрине Nestle компаниясы. Швейцариялық Nestle компаниясының капиталы 342 миллиард доллар. Әлем бойынша 23-ші орында тұр. Ірі компания тамақ өнеркәсібімен айналысады. Брендтері Nestle шоколады, Nescafe, Nesquik және KitKat. Айтпақшы, бұдан басқа тағы 8500-ге тарта өнім өндіреді. Біз бұл компания жайлы видео жасайтын боламыз, себебі Қазақстан шоколады да осындай деңгейге жеткенін қалаймыз. Міндетті түрде арнамызға тіркеліңіз, сонда жаңа видеоны жіберіп алмайсыз. 16-шы орында қытайлық кәсіпкер Джек Ма негізін қалаған Alibaba Group компаниясы. Бұл күнде Alibaba Group капиталы 418 миллиард долларға тең. Оңтүстік Кореялық Samsung компаниясын айтпай кетуге болмайды әрине. Бұл күнде Samsung компаниясының капиталы 438 миллиард доллар және әлем бойынша 14-ші ірі компания саналады. Тайвандық микрочип өндіруші TSMC компаниясы 9-ші орынға тұрақтады. Компанияның капиталы 596 миллиард доллар. Бұл компания туралы біз микрочип кризисі туралы видеода айтқан едік. 7-ші орында Tesla компаниясы, капиталы 740 миллиард доллар. 1 триллион доллармен Facebook компаниясы 6-ші орынға ие болған. Бүгінде Facebook компаниясының барлық өнімдерін Meta деп аталатын жүйеге біріктірді. 5-ші орында Amazon. Америкалық Джефф Безос басқаратын Amazon компаниясының капиталы 1,6 триллион доллардан асты. 4-ші орында технологиялық алып Google, капиталы 1,8 триллион доллар. 3-ші орында Сауд Арабико компаниясы. Әрине, Сауд Арабиясының шейхтарына тиесілі. Мұнай саласындағы бұл компанияның капиталы 1,186 триллион доллар. 2-ші орында Microsoft, капиталы 2,2 триллион доллар. Ал 1-ші орында
Әрине, Apple компаниясы. Бұл компанияның капиталы 2,3 триллион долларды құрайды. Әрине, бұл компанияның капиталын есептегенде адамның жеке қаражатын емес, яғни біз компанияның құнын емес, оның капиталын есептедік. Яғни Tesla компаниясы 7-ші орында дедік, ал Сауд Арабия шейхі 3-ші орында. Бұл Илон Масктың қаражаты Сауд Арабия шейхінен аз дегенді білдірмейді. Сонымен капитал деген не? Капитал бұл ақша емес. Турасында міндетті түрде ақша болуы шарт емес. Капитал түсінігіне барлық құндылықтар кіреді. Оған үй, завод, техника, тіпті мұнай да капитал болып есептелінеді. Сіз бұл видеода арқылы экономикадағы капитал терминін қарапайым жолмен түсінді деп ойлаймын. Видеоға лайк басыңыз. Қарапайым экономика арнасындағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз.